Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде уақыт кезет хабары, студияда мен Жаннұр Сүндетоллақызы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты Ермек Абилдин. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ермек мырза, енді қазір осы Қарағанды облысы бойынша жалпы соңғы кезде кәсіпкерлікке қатысты қандай күрделі мәселелер бар, қандай мәселелер көтеріп жүрсіздер? Енді баста айта кететін, ол бірінші қыркүйекте мемлекет басшысының жаңағы халыққа жылда жолдауының бірі болды. Сол тұрғыда экономикаға өте маңызды көңіл бөлінді. Оның ішінде айта кететін жаңағы президенттің басты мақсат қойғаны, жаңағы үкімет алдында қойған басты мақсаты ол өңдеу саласын жаңғырту. Енді бізде былай қарап отырсаңыздар, көбінесе шикізаттың бәрі сыртқы шет мемлекеттеріне кетіп жатырды. Кетіп жатты алдында. Енді соны өзімізде шикізатты өңдеу саласындағы кластер құру мәселесі бойынша тапсырыс берді. Енді біздің облыс деңгейінде айта кететін болсақ, енді ең бастысы ол шағын бизнесқа байланысты. Осы жылдан бастап салық кодексінде жаңағы өзгерістер енгізілген болатын. Ол жаңағы режимнің бір түрі пайда болған. Ол жаңағы бөлшек салық саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлер, бөлшек салық деген саласы, ол жаңағы екі группаға бөлінеді. Бір группа сол 8% жаңағы мөлшер салығы, екіншісі жаңағы 4% салық. 4% ол жаңағы жеке тұлғалармен жұмыс істесе, 8% салық ол жаңағы заңды тұлғалармен жұмыс істеуге бағытталған. Енді сол салада біздің осы мәслихат депутаттары, облыстық мәслихат және де қалалық мәслихат және де аудандық мәслихат депутаттары бір қолдан жаңағы қолдап осы бөлшек салығын мөлшерін азайтты. Ол солардың құзыретінде 4%-ден 2%-ға. Қарағанды облысы бойынша 100% шағын бизнес бөлшек салық бойынша 50%-ға жаңағы азайтылды салық мөлшері. Ол әрине шағын бизнесқа өте пайдалы. Және салықтың мөлшері түскеннен кейін әрине көбінесе жаңағы өзге басқа облыстардан, шекаралас жаңағы біздің облыстардан шағын бизнес бізге көшіп келіп жатыр мысалы. Және де ол бөлшек салықта режимде істейтін кәсіпкерлер, мысалы бізде НДС деген налог бар. Сол НДС-қа ауысып кетпес үшін, мысалы, бөлшек салық режиміне ауыссаңыз, сіз жаңағы сол бөлшек салығын пайдалана отырып жұмыс істей аласыз. Жалпы кәсіпкерлер 2 миллиард теңге үшін келетін сіздерге бір қандай да бір шағымдары бар ма, мысалы? Енді білеміз, заң аясында жаңағылар көптеген шектеулер алынып тасталды ғой, қазір көп мүмкіндіктер беріліп жатыр. Әйтсе де тағы қандай шағымдармен келуі мүмкін, мысалы? Енді біздің мемлекет басшысы жаңа Қасым-Жомарт Тоқаев мораторий жариялаған болатын. Осы биыл мораторий аяқталады. Осы мораторий аясында тексеріске жаңағы шағын бизнесқа тексерісіне мораторий жариялаған болатын. Сол аясында көптеген кәсіпкерлер жаңағы енді алдымызда пандемия болды, жаңағы мировой кризис болды. Соған байланысты көптеген кәсіпкерлер қаржылай енді зардап шекті. Өйткені өздерінің жұмыстарын істей алмады. Сондықтан жаңағыдай тоқтап қалды, кәсіптер. Мораторий жарияланып, салықтардан босатылған болатын шағын бизнес. Енді сол мораторийдің мерзімі осы желтоқсанның 31-інде аяқталады. Енді біз өз тарапымыздан мораторийді негізінде әрі қарай ұзарту бойынша ұсыныс жасаған болатынбыз. Бұл мораторий тек қана шағын бизнес емес, және де орта бизнесқа да таралсын деп. Дегенмен негізінде көбінесе бізде орта бизнесті көбісі ұмытып кетеді. Мысалы, статистика бойынша келетін болсақ, жергілікті жаңағы биліктер органдары мысалы көбінесе жаңағы шағын бизнесқа көңіл бөледі. Статистика бойынша көрсетеді, бізде осында шағын бизнестер ашылып жатыр, шағын бизнес дамып жатыр мысалы. Былай қарап отырсаңыз, негізінде біз ең басты маңызды ол жаңағы орта бизнесқа көңіл бөлерікпіз. Орта бизнесті орта бизнес емес, орта да жаңағы өзінің табыс мөлшері бар халықтың санын көбейтірікпіз. Сондықтан
былай қарап отырсаңыз, орта бизнесқа көшіп кетсе кәсіпкер, ол жерде салық режимі уже өзгереді ғой. Өзгереді. Ол көбінесе жаңағы талаптары күшейтіледі жаңағы бизнесқа. Сондықтан көп кәсіпкерлер орта бизнес несіне деңгейіне ауысып кетпес үшін көбісі шағын кәсіпкер, тиімсіз оларға орта бизнеске бөліне бастайды. Мысалы, бір жеке кәсіпкер, ИП дейді енді, жеке кәсіпкер жұмыс істеп келе жатып, жаңағы уже порогі бойынша орта деңгейге, бизнестің деңгейіне ауысайын деп тұрса, ол алатта бөлініп кетеді. Сондықтан біздің жаңа кәсіпкердің саны көбейіп жатыр деп, мысалы, сонда статистикалық ақпарат беріледі. Бұл енді қаншалықты тиімді, мысалы, жаңағы орта кәсіпке көшуден көбінесе бас тартатын болып тұрған кәсіпкерлер, Енді ол жерде жаңағы салық кодексін өзгертуге мемлекет басшысы тапсырма берген болатын. Бірнеше жыл бойы біздің депутаттар, мысалы, жаңағы дифференциалды налогты қолдану мәселесін талап еткен болатын үкіметтен. Бірақ та өкінішке орай оның орнына үкімет жаңағы, ол айта кететін болсақ, жаңағы қаржы министрлігі өздерінің жаңағы ұсыныстары бойынша НДС-ті мөлшерін көтерейік деп ұсыныс жасап жатыр. 12%-дан 16%-ға шейін. Ол біз дұрыс емес деп айтамыз. Неліктен? Өйткені ертең ол НДС-тің мөлшері көтерілетін болса, ол бірінші кезекте қарапайым халықтың қалтасына келіп соғады. Тиімсіз. Қарапайым халыққа әрине тиімсіз болады. Емрек мырза, енді көбінесе кәсіпкерлікті бастайтын жастар болсын, енді ғана кәсіпкерлікке аяққа басқан азаматтар көбінесе айтады, біз мемлекеттен алатын, мысалы, мемлекетте айтады дейді, көрсетіледі заң жүзінде, керемет, барлығы жақсы, мысалы, тиімді алу жолы, жаңа несиені алу болсын, немесе субсидияны алу болсын, оңайырақ деп. Бірақ банкке барған кезде жаңағы оның құжаттары, жаңағы неге қоятын үйдің, мысалы, айтады да, срогы мерзім өтіп кеткен болуы мүмкін, ол кепілдікке қоя алмауымыз мүмкін дейді. Сондықтан маған, мысалы, дейді, бір кәсіпкердің айтқан сөзін айтайын сізге, маған одан барып банктен кәдімгідей 10%, 20%-бен несие алған тиімдірек, өйткені мен уақытымды тиімдеймін, үнемдеймін. Жай тұтынушыларға арналғанда. Потребительский кредит, тұтынушы несиесі. Бірінші кезекте айта кетейін, жылда бірінші кезде әкім тарапынан, облыстық әкім тарапынан, қалалық әкім тарапынан, аудан әкім тарапынан арнайы жаңағы жастарға өздерінің кәсіптерін бастауға грант беріліп тұрады. Бірақ та әрине бір грантқа 5-тен 8-10 адамға жаңағы кандидаттар болады, мысалы. Әрине ол гранттың сумасы соншалықты көп емес, мысалы, ауқымды емес енді. Соған қарамастан, бірақ та жастар, ынтасын білдіретін жастар оған көп, мысалы. Және де арнайы жаңағы мемлекеттік бағдарламалар бар. Жаңағы ауыл шаруашылық өнеркәсіп корпорациясынан беріледі, мысалы, сол несие 2%-бен, мысалы. Соғандағы да қатысу болады. Және өзіңіз айтып өткендей, жаңағы мемлекеттік бағдарламалар бар. Соның аясында өздерінің несиесінің пайызының мөлшерін азайтуға болады, жаңағы арнайы субсидия арқылы. Бірақ та бізде жаңағы субсидияға келіп тоқталатын болсақ, ауылдық жерде мүліктерді екінші деңгейдегі банктар кепілдікке алмайды. Өздерінің жаңағы ішкі банктық саясат деген бар, мысалы. Ол дұрыс емес, әрине. Біз енді осы мәселені, мысалы, көтеріп жүрсіздер ме сіздер енді? Көтеріп жүрік, айтып жүрік. Мысалы, ауыл аманаты деген бағдарламасы бар. Ауыл аманатын бағдарламаны айтатын болсақ, көптеген біздің сайлаушыларымыз мамыр айында, шілде айында берген заявкаларын әлі күнге шейін қаралмай жатыр дейді, мысалы. Осы мәселеде тұрғыда мен жаңағы СПК Сарыарқа деген бар, әлеуметтік қор жаңағы, ауыл шаруашылық басқармасы бар, соларға айтамыз, әрине. Бірақ та олар айтады, бізде сондай срок қойылған, қарастырылып жатыр. Енді сондықтан уақыты мерзім сондай созылғаннан кейін әрине халық уже сенімсіздік білдіреді оған. Біз де өз тарапымыздан талап етеміз, неге қарастырылмайды деп комиссияда қараймыз оны, өзіміздің жаңағы шағын және орта бизнес ауыл шаруашылық комиссиясында. Бірақ та енді заң бойынша келетін болсақ, өкінішке орай депутаттардың, мәслихат депутаттарының құзыреті
қатты кеңейтілген емес. Біз тек қана өзіміздің тарапымыздан ұсыныстарымызды айта аламыз. Ал ол жаңағы уақытылы істелмей жатқан жауапты басшыларға арнайы шара қолдану мүмкін емес. Мысалы, тек қана біз әкімнің тарапына өзіміздің тарапымыздан хат ретінде, ұсыныс хат ретінде жібере аламыз. Мысалы, ал оны жұмыстан алып тастап, немесе оның жаңағы бюджеттік қаржысын қысқартып деген сияқты ол өте қиын жағдай. Сіздердің құзырларыңызға жатпайды ғой. Қанша мысалы шағын бизнесті ашқан азаматтар бар, оларға бірінші алғаш алған кезде несие беріледі, одан әрі де дамытуға мысалы жыл сайын алуға қандай мүмкіндіктер бар? Сол тұрғыда бізде мысалы жастар басқармасының жаңағы несі бар, сол арқылы беріледі. Жастар басқармасы бізде оператор болып келеді. Мысалы, сол тұрғыда мен бірнеше жыл бойы айтып келе жатырмын. Тек қана несиені гранттарды беріп қоймай, несиелерді беріп қоймай қолдарына, оларға және де сопровождение жасау керек. Оларға көмек ретінде көмек жасау керек жаңағы. Енді оған әрине арнайы жаңағы кәсіпкерлер палатасы бар. Бірақ та барлық сол несие алып жатқан, грант алып жатқан жас кәсіпкерлер онда бара қоймайды, немесе барса, онда өздеріне керекті жаңағы кеңестерін, керекті жаңағы сұрақтарына жауаптарын ала алмайды, өкінішке орай. Ондай мәселелерді бар. Өйткені бізге арнайы сол кәсіпкерлердің өздері шағымданған болатын, айтқан болатын. Сондықтан әрине оператор ретінде жаңағы жастар басқармасы мысалы болса, және де басқа мемлекеттік органдар болса, соны әрі қарай сопровождение жасап, көмек демеу жасау керек ол кәсіпкерге. Егер кәсіпкерлік жаңағы бастаған, тек қана жаңағы бухгалтерия жағынан емес, заң жағынан емес, оның жаңағы шығарып отқан тауарын немесе көрсетіп отқан қызметін осы қаланың ішінде ғана емес, қаланың сыртына мысалы аудандарға және де басқа облыстарға да шығаруға көмек жасау керек соған. Кәсібін бастаған азаматтың, мысалы жаңағы айтып өттіңіз ғой, кәсібі тоқтап қалған жағдайда заң аясынан қандай да бір шара қолданыла ма? Мысалы, бұл экономикаға бір тиетін кішкене зардап болып есептеледі ғой енді. Енді тікелей мемлекеттік органдар тарапынан ондай көмек жоқ. Егер де мысалы өзінің несиесін төлемей жатса, мысалы проблемалық жағдай болса, әрине бірінші кезекте ол жаңағы даму қоры бар, және де жаңағы мемлекеттік органдар бар, өз тараптарынан шараларын қолданады. Мысалы, ол келісім шартта көрсетілген, жаңағы айыппұл салынады, не салынады. Егер де ол проблемный жағдай болып жатса, ол әрине кәсіпкер өз құқығын өзі қорғау керек. Сондай неге деңгейге жеткізбес үшін, жаңа мен айтып өткендей, оны несие алды ма, немесе жаңа грант алды ма, сразу қолынан жетектеп, оған бағыт көрсетіп, демеу көрсету керек. Ермек мырза, енді ауыл шаруашылық саласында тоқтала кетсек, ауылда мысалы өткен жылы жаңағы президенттің бастамасымен жер мәселесі бір оң шешімін тапқандай болды. Бірақ әлі де дау десек болады. Мысалы, жайылымдық жерлер, шабындық жерлер ауыл халқы үшін. Бұл проблема кезінде көбінесе жаңағы ауыл шаруашылық қожалықтары, енді ол латифундисттер дейді, мысалы өздерінің алған жерлерін пайдаланбай отқан ондай ауыл шаруашылық қожалықтары да бар. Әрине олардың әрине жерлері жаңағы ауылдың тұрғын жаңағы үйлердің шекарасына да кіріп кеткен, жай қарапайым халық мысалы малдарын мысалы жай алмайды, мысалы ондай проблемалар да бар. Сондықтан мемлекет басшымыз әрине арнайы құзыретті мемлекеттік органдарға өз тапсырысын берді. Сол тұрғыда қазір жұмыс істеліп жатыр. Біздің комиссияға келіп жаңағы арнайы мемлекеттік органдар өздерінің есептерін беріп жатыр. Мысалы, осындай бәленбай жыл бойы пайдаланбай отқан жерлер қайтарылған жерлер бар ма? Иә, қайтарылып бар әрине. Қай аудандарда мысалы көбірек, осы облыс бойынша қай ауданда көбірек қайтарылды? Барлық аудандарда, Нұра ауданы, жаңағы Қарқаралы ауданы, және де басқа аудандарда бар. Қазіргі кезде оны халық толық өз игілігіне қолдана алады, иә? Енді ол заң аясында қайтарылғаннан кейін ол өзінің жаңағы ережесі бар. Соған сай, әрине, оған бәрі уақыт тиесілі, жаңағы уақыттың еншісінде. Ермек мырза, енді бүгін біз студиямызға келіп, жалпы кәсіпкерлікке қатысты, халықтың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берген үшін көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен уақыт кезет хабары тамам. Эфирде Мандықпен жүздескенше.